Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын зебра пирогын жасайтын боламын. Қажетті заттарымыздың барлығын толықтай жазып қойдым. Осы жерден қарап жасай берулеріңізге болады. Ең алдымен бізге жұмыртқамыздың барлығын жарып, қантымыздың жарты көлемін салып, миксермен, яғни барлығын жақсылап миксерлеуіміз қажет болады. Келесі ұнымызға, яғни қамыр қопсытқыш және де ас содамызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Дайын массамызға сұйық майымызды және де сметанамызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Дайын тұрған ұнымызды салып, барлығын миксермен жақсылап араластыруымыз қажет болады. Және екінші ыдысымызға жартысын құйып алуымыз қажет болады. Жартысына какаомызды араластырып аламыз. Дайын формамызға осылай кезек-кезек қасықпен құю арқылы, яғни барлығын жақсылап құйып шығатын боламыз. Ағаш спашкаларымызбен осылай узор жасап шығатын боламыз. Духовкамызға 35 минут көлемінде 150 градуста пісіретін боламыз. Міне біздің зебра пирогымыз өте тез дайын болды. Қолжетімді заттардан дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Және де сіздердің қолдауларыңыздың арқасында ары қарай шабыттанатын боламын. Барлықтарыңызға ас болсын.